Қайырлы күн құрметті көрермендер, сіздерге бүгін өте тәмді, ешқандай ет қоспай, бар болғаны 15 минутта ғана дайын болатын кешкі астың жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Бізге керек заттар: 1 стакан гречка, капуста, 1 сәбіз, 1 пияз және өздеріңіз ұнататын ас көктер керек болады. Капусталарымызды жақсылап, жұқалап турап аламыз. Бұл тамақты міндетті түрде кешкі асқа жасап көріңіздер. Бар болғаны 15 минут қана уақыттарыңыз кетеді және сіздердің ағзаларыңызға ешқандай зияны жоқ, жеңіл қорытылатын тамақтардың бірі. Сондықтан да дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Барлық заттарымызды жақсылап турап аламыз. Міне біздің қалған капусталарымызды да дәл осылай жіңішкелетіп ұсақтап турап аламыз. Келесі бізде пияз, 1 дана пияз қоссаңыздар болады. Пиязымызды да жақсылап, жұқалап турап аламыз. Енді 1 дана сәбізімізді теркіден өткізіп аламыз. Өте майда көзінен емес, орташа көзінен өткізіп алсаңыздар болады. Міне біздің барлық заттарымыз дайын. Гречкамызды да жақсылап жуып аламыз. Енді тапамызға майымызды құямыз. Майды көбіректеу құйыңыздар. Менде қазір зәйтүн майы. Майымызды жақсылап қыздырып, үстіне туралған капусталарымызды саламыз. 2-3 минут дәл осылай қоямыз. 2-3 минуттан кейін жақсылап осылай араластырамыз. Біздің капусталарымыз жақсылап қызарып қуырылуы керек. 3-4 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Міндетті түрде тұз қосамыз, 1 шай қасық тұз қосамыз және гречкамызды суымызға қайнатып қоямыз. 2-3 минут біздің капустамыз қуырылды. Енді оның үстіне ұсақтап туралған пиязымызды және сәбізімізді салып, жақсылап тұрып араластырып қуырып аламыз. 5 минуттай жақсылап қуырамыз. Міндетті түрде араластырып тұруымыз керек, өйткені біздің капустамыз күйіп кетеді. Жақсылап араластырып, бар болғаны 5-ақ минут қана қуырасыздар. Міне біздің капусталарымыз қуырылды. Енді оның үстіне міндетті түрде қара бұрыш саламыз және өздеріңіз ұнататын ас көктерді қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, отымызды сөндіреміз және 5 минутқа тындыруға қоямыз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Дайын болған тамақтарымызды ыдыстарымызға саламыз. Бірінші гречкамызды саламыз. Және өте дәмді әрі пайдалы біздің капусталарымызды саламыз. Қараңыздар, қандай әдемі және тәбетті ашатын тамақтардың бірі болды. Үстіне өздеріңіз ұнататын ас көктеріңізді қоссаңыздар болады. Бар болғаны 15 минутта өте дәмді әрі ағзаларыңызға пайдалы тамақтың жасалу жолын көрсеттім. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Отбасыларыңызға сөзсіз ұнайтын тамақтардың бірі болды. Күнделікті біркелкі тамақты жей бергеннен дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады, құрметті көрермендер. Біздің тамағымыз дайын, құрметті көрермендер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.